Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз жасанды интеллект құралы Magic форммен жұмыс істейтін боламыз. Ол үшін Google формамызды ашамыз да, Google Chrome'да Magic форм деп жазамыз. Magic формның ресми сайтына өтеміз және Magic формды орнату дегенді басамыз. Install Magic form установитті бассақ, бізге Magic form apps Google форманың ішіне қосымша ретінде орнатылатын болады. Біз сол күнделікті пайдаланып жүрген Google формада осы Magic форм көмегімен тесттерді құрастыра аламыз, яғни жасанды интеллект арқылы. Қазір орнатамыз Magic формды. Google аккаунттарыңыз арқылы тіркелесіздер. Разрешить басамыз батырмасын. Енді орнатылды. Magic форм Google форманың ішінде орнатылды. Мынандай значокпен көрінеді. Google формаларыңызды ашсаңыздар. Қазір көретін боламыз. Готово. Мына жерден Google форманы ашамыз. Әдетте сіздер осы Google формамен тест жасап жүрсіздер, бірақ ол тестті өздеріңіз жазасыздар, тестті және вариантын бересіздер, дұрыс жауабын бересіздер. Ал Magic формда сізге тақырыбын берсеңіз, сол бойынша сізге тест құрастырып беретін болады. Google форманы аштық. Енді осы жерде міне көріп тұрсыздар ма, дополнение деген болады. Сіздер орнатқаннан кейін Magic формда. Егер Magic форм орнатылмаса, Google форманың өзі ғана ашылады, бірақ мынау дополнительный болмайды. Біз жаңа орнатқандықтан мына жерге дополнение болды. Енді осыны бассақ, Magic форм апты. YouTube-тан алсақ болады, PDF-ті жүктесек болады, немесе қандай да бір сайтты алып, соның URL ссылкасын берсек болады. Және өзіңіз мына жерде Magic форм ішінде тақырыбын беріп, сол бойынша құрастыр десеңіздер де болады. Мысалы, Enter Topic деген жерге сіздер құрастыратын, тест құрастыратын тақырыпты бересіздер. Қандай тақырыпта сізге тест құрастырып беру керек? Мысалы, информатика тарихы дейік. Информатика тарихы тақырыбын берді. Қанша тест болу керек? 5 тест па, 10 тест па? Және мына жерден біз тілін таңдаймыз. Ағылшын тілі ма, орыс тілі ма, қазақ тілі ма? Қазақ тілінде информатика тарихына 5 тест құрастырып бер. Generate-ті басасыздар. Сол кезде мына жерге автоматты түрде сіздерге тест құрастырып беретін болады. Кішкене күтесіздер. 1 минуттай. Кейде ол 1 минутқа да жетпейді, секунд. Сізге 5 тест құрастырып береді. Информатика қай кезде басталды, интернет туралы, компьютер, Python тілі дейді, компьютер мәселелерін шешу үшін қай парақша қолдау көрсетілген дейді. Осындай сізге 5 тест құрастырып берді. Одан басқа да сіздер мына жерден true false бойынша дұрыс, дұрыс емес деген таңдасаңыздар да болады. Әртүрлі тесттің типтерін, сұрақтардың типін таңдасаңыздар болады.